Роп дейді ғой, халық арасында тарап кеткен роптың ісі бойынша қалай болып жатыр? Жаңа тың деректер бар ма? Тергеу жүріп жатыр. Жақын арада біз сотқа жібереміз. Сотқа жетеді, иә? Иә. Тергеу сонда аяқталды ма қазір? Енді аяқталуға жақын. Екі жақ тараптар сонда танысып жатыр ма? Иә. Қазір жоқ, әлі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, бірақ тез арада, осы жақын арада сотқа жіберіледі. Енді қанша адам ол эпизод бойынша? Бізде бір вице-министр, сосын роптың бірнеше басшылары. Олардың бәрі қамауда, және сотқа беріліп, сот енді соның үкімін шығарады. Қаңтардағы азаптау фактілері бойынша сіздер тергеген істердің бәрі аяқталды ма? Қазір біз көбісін бітірдік. Қалған істерді біз заңға өзгерістер енгізілді ғой. Біз прокуратураға бердік. Қалған істердің барлығы енді прокуратура тергейтін болады. Сіздер өздеріңіз тергеген істер бойынша неше адам, жалпы құқық қорғау органы неше адам жауапқа тартылды? Қазір нақты айта алмаймын. Жазбаша түрде берейін. Қайрат Сатыбалдының ісі бойынша тағы да бір тергеліп жатқан екінші ісі болған, ол қалай болып жатыр? Тергеліп жатыр. Нақты эпизодтар шығып жатыр ма басқа? Тергеліп жатыр, иә. Бұзушылықтар бар. Оны кейінірек айтамыз.